Біздің шаңырағымыз қаланың тыныш аудандарының бірінде орналасқан. Асқар екеуміз 10 жыл отасып, 2 бала тәрбиелеп отырған үлгілі отбасы едік. Ол кезде мен бақыттың қаншалықты нәзік екенін түсінбеппін. Бәрі көрші пәтерге Ләззат есімді әйел көшіп келген күннен басталды. Ол өзін өте сыпайы ұстайтын. Жалғыз бастымын, көмектесетін ешкім жоқ деп, Асқарды ұсақ-түйек жұмыстарға жиі шақыратын. Бірде шәйнегі бұзылса, бірде пердесі ілінбей тұратын. Басында мен мұны жай ғана көршілік көмек деп түсіндім. Бірақ Ләззаттың сыйлаған тәттілері мен рахмет айтып пісірген бәліштері үйімізге кірген сайын, арамыздан суықтық есе бастағанын байқамай қалдым. Асқар бір айдың ішінде танымастай өзгерді. Бұрын жұмыстан үйге асығатын адам, енді табалдырықтан аттағанда бетіме де қарамайтын болды. Ол үйге кіргенде мұрнын шүйіріп, үйден шіріген бірдеңенің иісі шығады, неге тазаламайсың? Деп айқайлайтын. Мен үйді күніне 3 рет жусам да, ол иістен қашатын. Кейін түсіндім. Бұл дуаның әсерінен оған өз жары жиіркенішті болып көріне бастаған екен. Оның көздері мөлдірлігін жоғалтып күңгірт тартты. Маған қарағанда көзінің қарашығы үлкейіп, ішінде маған деген шексіз жек көрініш тұратын. Бір үстелде отырып тамақ іше алмайтын болдық, ол менің пісірген асымды у қосылғандай итеріп тастайтын. Оқиғаның ең ауыр кезеңі оның үнсіздігі еді. Ол үйге келетте, қараңғы бөлмеде жалғыз отыра береді. Жарықты жақсам, ашуланып сөндіріп тастайтын. Бірде түн ортасында оянып кетіп, оның ас үйде біреумен сөйлесіп тұрғанын естідім. Жанында ешкім жоқ, бірақ ол терезеге қарап. Иә, барамын. Ол мені жібермей жатыр. Аз қалды. Деп күбірлеп тұрды. Оның даусы өзінікі емес, әлдебір қорқынышты, қарлыққан дыбысқа ұқсады. Бірде түн ортасында оянып кетіп, оның ас үйде біреумен сөйлесіп тұрғанын естідім. Жанында ешкім жоқ, бірақ ол терезеге қарап. Иә, барамын. Ол мені жібермей жатыр. Аз қалды. Деп күбірлеп тұрды. Оның даусы өзінікі емес, әлдебір қорқынышты, қарлыққан дыбысқа ұқсады. Асқардың денсаулығы күн санап нашарлады. Ол бұрынғы қайратты еркектен көз алдымда қаңқаға айналды. Біз ең үздік дәрігерлерге бардық. Қан талдауы, мірті, жүрек, бәрі мінсіз. Дәрігерлер. Ол сап-сау, бұл жай ғана психологиялық шаршау дейтін. Бірақ оның денесінде көгала дақтар пайда болып, арқасы үнемі өртеніп бара жатқандай ашитын. Ол үйде ауырып жататында көрші Ләззат есік қағып, бір кесе су немесе тамақ әкелсе, соны ішіп бірден жадырап кететін. Ләззат маған қарап мысқылмен күлетін. Сол кезде мен оның мақсаты менің күйеуімді ғана емес, менің орнымды иелену екенін түсіндім. Мен Асқардың ескі пальтосын қолыма алғанда, оның салмағы әдеттегіден ауыр сияқты көрінді. Ішкі астарын сипалап жатып, жүрек тұсында бір қатты нәрсенің барын сездім. Қайшымен астарды ақырын сөгіп жібергенінде, ішінен ширатылған түсініксіз бір зат түсті. Бұл жай ғана жіп емес, өлексе иісі шығатын, майланған қара жіп еді. Ол жіппен мына заттар оралыпты. Жіптің бойында 7 жерден түйін түйілген. Әр түйіннің арасына біздің үйдің табалдырығынан алынған топырақпен ұсақталған шыны сынықтары қоса өрілген екен. Бұл отбасының тас талқанын шығарып, берекесін кетіру үшін жасалған ең ауыр амалдың бірі. Мен дереу діни сауаты бар, тақуа кісіге жүгіндім. Ол кісі үйімізге келіп, 3 күн бойы Құран оқыды. Асқар оқу кезінде айқайлап, үйден қашқысы келді, тіпті маған тап берді. Бірақ 3-ші күні ол кенеттен есеңгіреп, ұзақ ұйықтап кетті. Оянғанда оның көздері бұрынғыдай мөлдір, мейірімді еді. Ол маған қарап. Мен қайда болдым? Осы уақыт ішінде не істедім? Деп жылап жіберді. Ол өткен айларды тұман ішінде өткізгендей есіне түсіре алмайды екен. Біз сол күні ақ заттарымызды жинап, ол пәтерден көшіп кеттік. Ләззаттың бізге қалай қарап қалғанын көрсеңіздер.
Оның көзінде ыза мен қызғаныш оты жанып тұрды. Қазір Асқардың денсаулығы қалпына келді. Біз тағы да бақыттымыз. Бірақ бұл оқиға маған үлкен сабақ болды. Отбасы бұл тек махаббат емес, ол үлкен қорғанысты қажет ететін қасиетті құндылық. Көршіңіз болсын, досыңыз болсын, отбасылық құпияңыз бен есігіңізді тым айқара ашпаңыз. Асқардың ауруы асқынған сайын үйдің ішінде оғаш заттар көбейе бастады. Бірде таңертең есікті ашсам, табалдырықтың астына ұсақталған жұмыртқа қабығы мен қара бұрыш шашылғанын көрдім. Басында біреу қоқыс төгіп кеткен шығар дедім, бірақ бұл күн сайын қайталана бастады. Ләззат біздің есігіміздің тұтқасына үнемі су бүркіп кететін болды. Бірде оны үстінен түстім. Ләззат, бұл не істеп жүргенің? Дегенімде ол көзін бақырайтып, кірпігіме бірдеңе кіріп кетіп, сумен жуып жатырмын деп өтірікті судай сапырды. Оның суық жымиысынан денем түршікті. Түнде Асқар ұйықтап жатқанда, қабырғаның ар жағынан дәл Ләззаттың бөлмесінен бір қалыпты соғылған дыбыс естілетін. Кәдімгі ағашқа шеге қаққандай немесе пышақ қайрағандай дыбыс. Сол дыбыс шыққан сайын Асқар төсегінде қиналып, ауа жетпей жатқандай демігетін. Ең қорқыныштысы, бұл қара күштің әсері балаларға да тие бастады. 5 жасар ұлым түнде жылап оянып, «Мама, ана бұрышта бір қара апай тұр, ол папамның басын ұстап отыр» деп бөлменің бос бұрышын көрсетті. Мен ол жерде ешкімді көрмеймін, бірақ бөлменің суып кеткенін сеземін. Балалар Асқардан қорқатын болды. Ол балаларына жақындаса, олар шыңғырып жылайтын. Асқар болса мұны маған жауып, «Сен балаларды маған қарсы айдап жатырсың» деп айқайлайтын. Дуаның күші сондай, ол адамды жақын жанашырларының бәріне жау етіп көрсетеді екен. Бір күні Ләззат көршілік ақысы деп бізге ет асып әкелді. Асқар оны құныға жей бастады. Менің ішім бір нәрсені сезгендей дәм татпадым. Асқар жеп болған соң, табақтың түбінде түйінделген қара матаның қиындысын көрдім. Оны қолыммен ұстағанда саусағымды ине шаққандай ашып кетті. Асқар сол түннен бастап үйден мүлдем қашатын болды. Ол сыртта, подъезде немесе соның есігінің алдында қонуға дайын еді. Оның санасы толықтай торға түскенін сонда ұқтым. Дұға оқыла бастағанда үйдің іші алай-дүлей болды. Оқитын кісі Құран аяттарын дауыстап бастағанда, сыртта жел жоқ болса да, терезелер сынып кете жаздап дірілдеді. Оның даусы еркек адамдікіне ұқсамай кетті. Ол жер теуіп тоқтат. Оны оқыма, деп айқайлады. Оның ішіндегі қара күш сыртқа шыққысы келмей арпалысты. Дәл сол сәтте Ләззат біздің есігімізді жұлқылап айқайлай бастады. Асқарды жіберіңдер. Сендер оны өлтіресіңдер, деп есікті тепкіледі. Ол өзінің жасаған қылмысының бұзылып жатқанын сезген еді. Оқу біткенде үйдің ішінен ауыр, қара түтін шығып кеткендей жеңілдеп қалдық. Асқардың көзінен аққан жас оның жанының тазарғанын білдірді. Бұл оқиға ойдан шығарылған ертегі емес, бұл сақтықты ұмытқан отбасының қасіреті. Егер сіздің үйіңізде де себепсіз суықтық орнаса, жақыныңыз танымастай өзгерсе, айналаңызға мұқият қараңыз. Кейде жау алыста емес, іргедегі көрші пәтерде отыруы мүмкін. Бұл оқиға маған мынадай ащы шындықтарды үйретті. Үйіне кірген әрбір адамның ниеті түзу емес. Жақсы көрші болса да, отбасылық сырыңды, киім-кешегіңді немесе жеке кеңістігіңді бақылаусыз қалдыруға болмайды. Көршілік ақысы деп әкелген тамақтың немесе судың артында не тұрғанын білу мүмкін емес. Егер күдік туса, сақтанған абзал. Үйіңізде үнемі дұға оқылып, жақсы энергия болуы тиіс. Біздің үйіміздің жұқаруы біздің тым сенгіштігіміз бен рухани қорғанысымыздың әлсіздігінен болды. Біз көшіп бара жатқанда мен Ләззатты соңғы рет көрдім. Ол есігін сәл ашып, сығалап тұр екен. Мен оның көздеріне тік қарап, «Бізде емес, өзіңді құрттың.
Біз кетіп барамыз, ал сенің жасаған зұлымдығың өзіңмен қалады дедім. Ол ештеңе айта алмады, тек есігін тарс жауып алды. Достар, бұл менің басымнан өткен нағыз тозақ еді. 5 сағаттық арпалыспен бірнеше айға созылған азапты ешкімге тілемеймін. Егер сіздің де үйіңізде себепсіз суықтық орнап, жақыныңыз танымастай өзгерсе, әрбір бұрышты, әрбір киімнің астарын тексеріп шығудан ерінбеңіз. Зұлымдық ұйықтамайды, бірақ шынайы сенім мен махаббат кез келген қара жіпті үзуге қауқарлы. Отбасыларыңызды сақтаңыздар, өйткені бұл өмірде одан асқан қымбат ештеңе жоқ.